Сәлем, сіз тобығыңызды бұрап, созып алдыңыз ба? Сіз қазір көп ауырсыну, ісіну және қиындықтардан өтіп жатқаныңызға сенімдімін. Маманға көрініп, оны бағалау өте маңызды. Тобықтың созылуы қарапайым созылудан бастап, оның айналасындағы үлкен байлам жарақатына дейін болуы мүмкін. Әрқашан оны бағалау маңызды. Оған дейін үйде тобығыңызды демалдырып, мұз қойып, жоғары көтеріп, ісінуді азайту үшін қабынуға қарсы дәрілер қабылдауды ұмытпаңыз. Өте маңыздысы, тобықтың созылуын елемеуді ұмытпаңыз. Егер ол жеңіл созылу болса, сізді үйде 2 апта отыруға мәжбүр етеді. Бірақ егер ол ауыр болса, 6 аптаға созылуы мүмкін. Бірақ одан да маңыздысы, егер оны елемесеңіз, ол ұзақ уақыт бойы сізді мазалайтын созылмалы ауырсыну синдромына әкелуі мүмкін. Егер сіз маманға барып, ол сізге қосымша тексеруден өтуді ұсынса, сынықты жоққа шығару үшін рентген және байлам жарақаттарын жоққа шығару үшін мұрт қажет болуы мүмкін. Егер осы негізгі байлам жарақаттары тұрақсыздықпен болса, дәрігеріңіз сізге тұрақтылықты қалпына келтіру үшін тобық операциясын жасауды ұсынуы мүмкін. Рахмет.